Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Бүгін өте керемет ақша шақыру, магнит удачи дейміз ғой. Сәттілік магнитін салатын боламыз, узорды салатын боламыз. Айға күнге байланысты емес, любой кезде жасай бересіз. Ол үшін бізге осындай ақ бет керек. Мен дәптерге, осындай клеткасы бар дәптерге үлгісін көрсетемін. Бірақ сіздерге А4 қағаз керек, міндетті түрде сызығы жоқ, клеткасы жоқ. Ал мен тек қана сіздерге үлгі үшін осы дәптерді алып отырмын. Одан кейін бізге міндетті түрде жасыл цвет, зеленый цвет. Строго жасыл түспенен сурет салу керек. Осы узорды салу керек, бірақ менде мына қара гелевый ручкаменен сызып көрсетейін деп отырмын сізге, көрнекті болсын деп. Бірақ сіздер міндетті түрде жасыл цвет болу керек сізде. Қазір барлығын көрсетемін, достар. Салған кезде мен қалай салам, дәл солай саласыз. Егер де сіз құртта жерін қателесіп кететін болсаңыз, бұл узор жұмыс жасамайды. Сондықтан алды бұрын қолыңызды жаттықтырып алыңыз. Бірнеше рет осы нені узорды салып, бірнеше рет бірінші салып көрулеріңіз керек. Содан кейін барып осы узорды жасайсыз. Барлығын кейін түсіндіретін боламын. Қазір іске көшейік, достар. Мені лайк басып, қолдап кетуді ұмытып кетпеңіздер. Каналыма жаңа келген көрермендер болса, жоғалтып алмау үшін жазып кетіңіздер. Сәттілік. Қазір бастаймыз, достар. Ең бірінші қазір барлығын көрсетемін сізге. Не көрініп тұр ғой, достар? Ең бірінші осындай етіп, не сағат тіліменен осындай домалақ, не сізге көрініп тұр ғой, домалақ сызып аламыз да, ортасына точка қоямыз. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Одан кейін қақ ортасынан осындай ұзынырақ таяқша сызамыз. Одан кейін былай және осындай таяқшалар болады. Мен қалай сыздам, сол направлениемен сызуларыңыз керек. Мұнан қақ ортасынан бір, одан кейін екі, одан кейін осылай сызық кетеді. Мына жерге, мына кесе тәрізді. Сізге келу керек қой енді. Кесе тәрізді қылып осындай сызық сызамыз. Көрініп тұр ғой, достар. Мынаның енді қақ ортасынан осындай не кетеді, осындай таяқша кетеді. Одан кейін сағат тілменен шатасып кетті бе, осындай домалақ сызамыз, міне. Көрдіңіз ғой да? Домалақ сызамыз, міне. Домалақ сызамыз. Домалақ сызғаннан кейін мына домалақтан былай қарай бір таяқша кетеді да, сразу мынандай не істейміз. Одан кейін мына жақта да екеуінің деңгейі бірдей болу керек, міне. Осылай сызамыз. Осылай сызамыз, достар. Қазір барлығын көрсетемін. Осы екеуінің деңгейі бірдей болған жақсы, негізі бірдей болу керек, міне. Кесе тәрізді не аламыз. Одан кейін, міне, мына жерге бір точка қоямыз, одан кейін мына жерге бір точка қоямыз да, мынандай стрелка сызамыз, міне. Көрдіңіз ғой? Одан кейін мына кесе тәрізді, міне, сізге келу керек қожан жақтан. Міне, көрдіңіз ба? Достар, мен сіздерге жақындатып көрсетейін. Соныменен сәттілік магнит деген узорымыз дайын болды. Бұны өздеріңіздің суретті салып болған бойдан өздеріңіздің міндетті түрде тек қана әркім өзіне жасау керек. Өздеріңіздің киіміңіздің арасына салып қоясыз. Я болмаса, сіз әмияныңызға салып қоясыңыз. Кошелекқа салып қою керек. Бұның эффекті 6 айдан кейін бұл жұмыс жасамайды.
тек қана 6 ай. 6 айдан кейін бұны любой ағаштың түбіне, өзіңнің аулаңның емес, любой ағаштың түбіне, басқа жаққа бетіне песок құйып тастайсыз, болды. Міне, ешқандай ешкімге зияны тимейді, ол ешқандай дуазат емес қой. Бір ағаштың түбіне осылай аспанға қаратып, осындай узор жағын, бетін аспанға қаратып, бетіне песок құйып тастайсыз. Одан кейін қайттан 6 айдан кейін басқасын жасауға болады. Достар, айттым жаңа, міндетті түрде, бірақ қолыңызды жаттықтырып алуыңыз керек. Бір жерден қателесіп кетсеңіз, бұл узор жұмыс жасамайды. Мен қалай сыздым, дәл солай сызасыз. Мысалы, сол жақтан оңға қарай деп бәрін көрсеттім ғой, дәл сондай қылып сызуларыңыз керек. Достар, мені қолдап, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Түсінбей қалған заттарыңызды комментарийға жазыңыздар. Комментарийдан бәріңізге жауап беруге тырысамын. Мен сіздерге міндетті түрде А4 қағаз керек, клетка зат болмайды. Мен тек үлгі үшін сіздерге көрсетіп отырмын. Сосын міндетті түрде бұны зеленый цвет, строго жасыл цветпен салу керек. Түсі жасыл болу керек. Сәттілік, достар. Әмияныңызға сиятындай қылып, сыртын осындай қылып салуыңыз керек. Осындай қылып қиып аласыз. Әмияныңызға сиятындай қылып, кішкентай қылып сызуларыңыз керексіз.